Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін бізде көркем еңбек сабағы. Сіздермен алуан түрлі қағаздармен түрлі бұйымдар жасап үйренеміз. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы кеме жасау. Сабақтың мақсаты шығармашылық идеяларды дамыту үшін ақпарат жинау. Әртүрлі материалдар мен техникалардың негізінде өз идеялары мен сезімдерін шығармашылық деңгейде ұсыну. Бізге қажетті құралдар ақ қағаз, қайшы және желім. Енді жұмысымызды бастамас бұрын қауіпсіздік ережесін еске түсіріп алайық. Қайшымен жұмыс жасау кезінде жақсы қиятын қайшымен жұмыс жаса. Қайшы басы жасық әрі дөңгелектенген болуы шарт. Қайшыны ашық тастама, сақинасын алға қаратып қайшыны ұсын, қайшымен ойнама, бетіңе тигізбе. Қайшыны керек уақытында пайдалан. Желіммен жұмыс жасау кезінде желім жұмыс жасаған уақытында қажет жағдайда қылқаламды пайдалан. Желімді керек мөлшерде ғана ал. Артық желімді жұмсақ матамен алып таста. Жұмыстан кейін қылқаламды жақсылап сабынмен жу. Енді балалар қағаз туралы қысқаша мағлұмат аламыз. Қағаз 2000 жылдай бұрын Қытайда жасалған. Оның жасалу әдісі құпия сақталды. Оны ежелгі Самарқанда әскери тұтқындар арқылы 8 ғасырда білген. Самарқан Орта Азиядағы қағаз жасау орталығына айналды. Көне кәсіп түрі бұл қалада әлі күнге дейін сақталған. Біздің оқулығымызда кеме жасаудың үлгілері берілген. Осы үлгіге жеке-жеке тоқталайық. Бірінші, ақ қағазды ортасынан бірдей етіп бүктейміз. Екінші, тура бүктелген қағазды бірдей етіп қайта бүктейміз. Келесі, қағазды ашып түскен сызыққа бағыттап, үшбұрыштап бүктейміз. Үшбұрыштап бүктелген қағаздың астыңғы жағындағы артығын үстіне қарай желімдеп бүктейміз. Сол желімделген қағаздарды 5-6 суреттегіндей етіп, бұрыштарын желімдеп аламыз. Осы үшбұрыш болған қағазды қарсы бағытқа бүктейміз. Сол кезде бізде 8 суреттегіндей үлгі пайда болады. Осыны 8 суреттегі қағазды 9 суреттегідей екі шетін тарта отырып кеме жасаймыз. Енді бүгінгі біздің жасаған кемеміз өзімізге ұнады деген ойдамын. Назар салып тыңдағандарыңа рахмет.